Ардамызға жаңада қосылған барша көрерменге таңшы уақыты болсын дейміз. Қымбат көрермен, тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Біз одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар. Қазақстан өлкетанушылар одағының облыстық филиалының төрағасы, тарихшы, өлкетанушы Бекарсан Мырзабай, Қазақстан Республикасының құрметті журналисті, өлкетанушы Рахымжан Өтеміз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер ағалар. Амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Қайырлы таң. Жақсы бөтеніміз. Ал енді бүгін студияда біздің қозғайтын тақырыбымыз әдебиет, рух, қоғам республикалық әдеби байқау өтіп жатыр. Яғни Өтебай Қанахин атамыздың 100 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Енді осы ретте өздеріңізге сөз кезегін берейік. Бұл 100 жылдықтың атап өту жүйесі қалай, кімдер келді, қалай өтіп жатыр? Мархабат, сөз кезегі өздеріңізге. Биылғы жылы Ақтөбелік екі жерлесіміз Өтебай Қанахиннің және Тахауи Ақтан сияқты айтулы жазушы драматургтың, халық жазушысы Қазақстан Республикасының 100 жылдық мерейтойларына дайындық бір жылдан бері жүріп келе жатыр. Тахаңның мерейтойы бір апта бұрын басталды. Осы 22-сінен апталық болады. Театрда үлкен шаралар болады. Ал Өтеғаңның тойы әлі дайындық үстінде, әлі тойлау басталған жоқ. Әзірге екі өлкетанушы осы мойнымызды созып, басшылар қалай қарар екен деп ұмтылып отырмыз. Енді Өтеғаң Тахауи Ақтаттан бір жас үлкен. Бірақ Тахаң жас кезінде романтик болған, армандап комсомолға тезірек өсем деп 24-ші жылы желтоқсанда туса да, жасын 23-ші жылға бір жыл оздырып жазып, ертерек комсомол өткен. Сондықтан тіршілігінде Тахаң Өтеғаңның алдынан кесіп өткен жоқ, Өтеға деп аға тұтты. Бірақ енді документ бойынша екеуі құрдас болып есептеледі, 100 жылдығын атап өтуге бір жылға сәйкес келіп жатыр. Енді Өтеғаңның шығармашылық жолы туралы менен гөрі журналист есебінде мына Рахымжан құрдасым жақсы біледі. Ырғыз ауданындағы өткен шараларда, Алматыдағы Өтеғаңның өзінің тіршілігінде көрген құқайы көп. Белгілі шығармасы қарт сарбаз хикаясы дейтін кітап 82-ші жылы 20 мың данамен баспадан, жазушы баспасынан шығып тұрып, торуға түсіп кетті. Ұлтшылдық көзқарасы көп дейтін әлдебір жалаларменен. Сондықтан енді оның әдеби шығармашылық жөнінде Рахымжан айтып берген дұрыс деп ойлаймын. Мархабат, Рахымжан аға. Өтебай Қанахин жалпы Ырғыздың, Ақтөбенің емес, қазақтың белгілі көрнекті, аса көрнекті қаламгері, сонымен бірге қоғам қайраткері, биылғы 100 жылдығы басталып жақсы аталып өтіп жатыр. Мысалы, аудандық орталық кітапханада өтті үлкен шара. Осы жазды күні Бәйішев атындағы кітапханада жақсы шара өтті. Жалпы оның шығармашылығын білем, танысқым келеді дейтін адамдарға сондай шаралар көп пайдасын тигізеді. Ол үшін енді кітаптары белгілі ғой. Мына Бәйішев кітапханасында бүкіл түгелге жоқ кітаптар бар екен. Ең алғашқы кітабы енді насихаттаудан басталып отырған әңгіме. Мысалы, мына қараңыз, Мұрагер деген кітабы 1959 жылы, 65-64 жыл болған шыққан. Сондай кітаптары. Енді ол кісінің жаңағы бұрын қалай аталып Нақыпкелді деген былай өзінің 60 жасы, 50 жасы елде осы Ақтөбе Ырғызда аталып өткен. Өзінің тірісінде өзі 67 жасында қайтыс болып кетті ғой. 70 жасында қазақтың бір атақты ақыны, ұлы ақыны Қадыр Мырза, әлі Мереке Құлкенов, қазіргі жазушылардың төрағасы, солар келіп үлкен шаралар өтті. 80 жасында осы өзіміздің облыстың Ертай Ашықбаев, қазіргі жазушылар одағының филиалының төрағасы ғой. Жазушы Қуандық Түменбайлар келді. Содан кейін 85 жасы Алматыда аталып өтті. Ол кісінің енді есімін есте қалдыру, насихатталу жөнінде айтып отырмын мен. Сол 85 жылдығына Алматыға барудың сәті маған түскен. Оған сол кезде сенатор, қазақтың ұлы қаламгері Әбіш Кекілбаев, тағы бір қазіргі ақсақал ақындардың бірі Қайрат Жұмағалиевтер Астанадан сол күні ұшып келіп,
түнде қайтып ұшып кетті, мен өзім шығарып салдым сол кісілерді. Мына Оралдан Қанорда болған, басынан қанның бағы ұшқан, замана болған, ақпенен қызыл атысқан, полигон болған Бөкейден сонау Жайықтан, ағамды іздеп мен ұшып келдім алыстан деп, қазақ жерінің Ақша қаласы атанған Аққыштап Ақтігереева келді. Сосын енді Алматыдағы көптеген жазушылар, академик Серік Қирабаев, әдебиет зерттеушісі, сыншысы Әбілмәжін Жұмабаев, майдангер, қаламгер, кімнің Өтеғаңның өзінің досы болған Қалмақан Исабаевтар қатысты. Сол жерден бір эпизод әңгімесі менің есімде қалды. Өтеғаңның, Өтебай Қанақинның адамдық қасиеті, кісілігі жөнінде. Анау 60-шы жылдары ол кісінің отбасылық жағдайында бір келеңсіздік деуге болмайтын шығар енді. Бұрынғы жұбайынан ажырасқан ол кісі. Содан кейін ол жұбай, ол кісі өзіне ғой 42-ші жылы армияға алынады да әскерге соғысқа. 53-ші жылы барып қайтады. Соғыс біткеннен кейін мынау қиыршақ шағында сол әскери бөлімдерде қызмет істеп 11 жыл жүреді ғой. Сол жақта енді басқа ұлттың өкіліне үйленді, славян тектес. Бірақ енді елге келгеннен кейін сол әртүрлі әңгімелер бар, оны Бекарыстан да жақсы біледі, ажырасу себебін. Содан кейін жаңағы ажырасқан әйелі үстінен арыз жазып қайта-қайта бұл кісінің партиялық мәселесі неде қаралады? Жазушылар одағында. Сонда сол кездегі жас ақындар Қадыр Мырзаәлі, Қайрат Жұмағалиевтер, Тұманбай Молдағалиевтер қорғап бұл кісіні. Енді жастар ғой, енді шырпыр шығып қорғап, сол партиядан тек сөгіспен аман қалады. Шыққаннан кейін дейді Өтеғаң, ағаларын қорғауға жарап қалған айналайындарым менен қайтар, қайтпаса Құдайдан қайтар деп құшақтап бәрімізді бетімізден сүйіп еді дейді, толқып дейді. Олай болатын себебі олардың жақсылық жасау үшін Өтеғаңның өзі бір жақсылығын көрген болып тұр ғой. Сол Қадыр Мырзаәлі ең алғашқы кітабын шығара алмай жылдана баспаның жоспарына сызылып қалатын көрінеді. Енді бір бастық сызып тастайды, қажет жоқ, келесі жылға. Содан жаңа Өтебай ол кезде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінде сектор меңгерушісі сол кісіге барады өтініш айтып, осындай болып тұр, кітабымыз сызып тастай береді деп. Содан баспаға телефон соғып, жоспарға кіргізеді, кітабын шығартып береді Қадырдың. Содан кейін Қадыр Жұмекен Нәжмеденовтің қазіргі онда енді ұлы ақынымыз болып қалды ғой, мына гимннің авторы. Соның кітабын шығарып беруге көмектеседі. Сол ана жастарға істеген қамқорлығы, ана қиын кезде өзіне жастардан енді інілік бір парыз ретінде қайтып келіп тұр ғой. Жалпы енді насихатталуы жақсы деп айтуға болады. Енді ол мына оқырмандардың өздеріне де байланысты. Оқу керек, іздену керек. Мынау Бәйшік кітапханасында мынандай кітаптар бар мысалы. Алып оқуына болады. Ол жаңағы мынау Қарт сарбаздың хикаясы деген үлкен бір зобалаңға ұшыраған, енді 40 000 дананы қиырап өртеп жіберу деген не деген масқара енді. Ол кешегі кеңестік кезеңнің сол саясатына қарсы деп табылды. Ал оны қарсы болып не жазған жазушы баспасының аға редакторы өзі сияқты бір майдандас досы Есет Әукебаев деген ақын. Соның қолымен жазылған мынау зиянды кітап. Бұны шығаруға болмайды деп. Сондай жағдайлар болған, енді айта берсе жалғаса береді. Аға, енді осы тұста сөзіңізді бөлейін. Өтебай Қанақин атамыздың жалпы шығармашылығын оқу кезінде оқырман не нәрсені түйеді? Ол кісі енді өзінің сол бір өмір сүрген уақыттарында, әдебиетке бел шешіп кіріскен уақытында қандай жанрларда, қандай тақырыптарда көбіне қалам тербеген еді? Ол кісінің жанрлары повесть, романдар ғой. Негізі мен ойлаймын, ол кісінің бүкіл шығармашылығының арқауы өзінің өмірбаянынан бастау алып тұр. Өзі жас кезінде жетімдіктің зарын тартып, ол 30-шы жылдардың ашаршылығының бала болып көрген адам, содан 10 жылдай детдомда жетім балалар үйінде сонда тәрбиеленген, сонда ғана жер басып жүрсем де жазған жері бар ғой. Түнде пансионда жатқан ғой, түнде далаға шығайын деп дәретке шығып, бір сарай бар еді дейді, соған кірсем, ішінде отын сияқты жинап қойған, қатарлап жинап қойған кілең баланың сүйегі бар екен дейді.
қысты күні көме алмаған ғой балалар. Бәрі жаңа аштықтан, аурудан бұратылып өлген жаңа қаншама бала. Мына неден ол туған жері Жайсаңбай дейтін жері, Ырғыз ауданының Жайсаңбай округі. Ол 150 шақырымдай Ырғызға. Содан жаңа атшанамен әкеледі, сонда жолда келе жатқанда 5 баланың 3-і өледі жолда. Соны 2-і ғана тіркеледі. Сол өзінің өмірден көрген түйгендері негізгі арқау болды. Содан кейін айтқанда ең алғаш кітабы «Ауыр күндерде». Ол енді Екібастан Ұлы Отан соғысындағы оқиғалар, жаңағы кеңес халқының ерлігі деген сияқты. Одан кейінгі Бақыт бәйшешегі, Маздақ, Дәмелі, Құдірет кейінгі шыққан. Ана кітаптарында ауыл тұрмысы, ауыл әйелдерінің еңбегі, жалпы ауыл адамдарының тағдыры, солар суреттеледі. Құдірет романы осы Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық молшылар» деген романы үлкен бір сенсация туғызған кезінде оқырмандар арасында. Содан кейін ілешала соны іліп алып кеткен осы Құдірет болды. Құдірет та сондай тақырыпта, мына махаббат тақырыбы, махаббаттың соны қадірлей білуге үндейтін тақырып. Енді Бекарыстан аға, өзіңіз сұхбатымызды қорытындылай өтсеңіз, қорытынды сөз өзіңізден болсын. Енді Өтеғанның адами қасиеті, жазушылық қасиеті бұрынғы Астана, Алматыда жоғары деңгейде болды деп айтуға болады. Рахымжан көп нәрсе насихатталып жатыр деп өзі басшылық жасаған Ырғыз аудандағы насихатты айтып отыр. Өтебайдың тұлғасы бір ауданның болмаса біз сияқты бір-екі өлкетанушының ынтасымен бітетін шаруа емес. Сондықтан Өтеғанды сонау 80-ші жылдардың аяғында атақты Англиядан ABC тілшілері келіп бірнеше сағат жазды. Өйткені бұл кісінің шығармалары да, өзінің өмірі де тоталитарлық жүйенің қиын жағдайында таптаудан өткен. Соны жазамын деп талпынып, тіпті бірінші әжеміздің айырылайын деп арыз жазуының себебінің өзімен содан көремін, ұйымдастырылған нәрсе деп. Ал енді осындай жағдайда Өтеған қарт сарбаз хикаясы дейтін өзінің ғана емес, бүкіл Ырғыз аумағында болған 16-шы жылы патша үкіметіне қарсы көтерілген 20 мың адамның 10 мыңының қалай қырылғаны жөнінде сипаттап жазады. Оны архивтік деректерді зерттеп отырып, міне осыны білген тиісті құзыретті органдар бұл кісіні ұлтшыл деп тану үшін баспадан шығып тұрған мына кітаптың редакторын Есет Әукебаевтың қолымен арыз жазғызып тасталған етті. Міне осындай жағдайда да бұл кісі өмір сүрді, бірақ өмірден ерте кетті, 70-ке толмай. Қазіргі дайындықта көңіл көншітпейді. Мен ол сыни тұрғыдан ашық айтамын. Мысалы, бұның інісіндей болған атақты Тахауиға 40 миллион бөлгенде Өтебайдың мерейтойына 4 мың теңгеде бөлінбей отыр. Бірақ біз бұны өткіземіз, дайындаламыз. Ана Порт-Артурдағы достарын іздеп жатырмыз, Англиядағы жазбаларын іздеп жатырмыз. Анау Америкадағы алыстағы Сильвер дейтін қаладан Мұхтар Мағауин ағамыз осыдан 5 жыл бұрын Өтебайды іздеп хат жазды қазақ ақын жазушыларына. Өтебайың негіздеме айтсын деп. Өтебай дүниеден озғанда атақты Асқар Тоқманов айғай салды. Ей, 300-дің баласы құрт құмырсқа бақа шаян болып, бет-бетіңе неге безіп бара жатсың, бар тіршілігің бүгінге қарап қалды ма? Кешегі ЦК-дағы қымбат кірі сосын қазақ халқының, аштан қырылған қазақ халқының тағдырына айырбастаған Өтебайың өліп отқан жоқ па? Бәріміз жиналып барып топырақ салсақ бірдеңелерін кетеме дегенде, лақсып тарап баратқан халық жиналып, Кекілбаев пенен жерлеу комиссиясы дайындаған 11 автобусқа мінді. Ал сондықтан бұл кісінің қадірі өте жоғары, кейінгі ұрпақта біз сол қадірлі болғанын, қазақ үшін, ұлт үшін еңбек еткенін айтып насихаттап, кейінге аманат етуіміз керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет ағалар, осымен сұхбатымызда аяқтайық. Көп рахмет. Өтебай Қанағин атамыз жайлы айтқанда әрине бұл атамыздың жазған әңгімелері, айтқан өнегелері ел жадында сақталады, ешқашан ұмытылмайды деп ойлаймыз.